Құрметті оқушылар, бүгін мінеки Ахмет Байтұрсынұлына арналған Ахмет шығармалары мәңгілік мұра атты байқауға қатысып отырмыз. Құрметті оқушылар, біз сендермен Ахметтің көптеген шығармаларын оқыдық. Бізге тау сілеміндей мол мұра қалдырған Ахметтің шығармасы бізді көптеген жақсы тәрбиеге бастайды. Ал мінеки, біз осы төменгі сыныптарда егіннің бастары әңгімесін оқыдық. Осыған байланысты сендермен, құрметті оқушылар, егіннің бастары әңгімесінен драмалық көрініс көрсете аласыңдар ма? Көрсете аламыз. Жақсы, олай болатын болса, қазір осы рөлдерді сомдаймыз оқушылар. Әрі қарай біз кітапханаға барып та Ахметтің тағы да басқа шығармаларын оқып жатырмыз. Балалар? Жақсы. Бір адам жас баласының жанын алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып арлы-берлі жүрді дағы егінші егін еккен жерге барды. Аралап, әр егінді қарап жүрді. Кезеді пісіп болған егін түрлі. Бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Елде көп бұл бидайдай адам деді. Тәкаппар, оны халық жаман дейді. Қалып емес тәкаппарлық данышпанның тұтынба бұл мінезді балам деді. Ей, балам, қайда бара жатсың? Қазір әке, мына бидайларға қайран болып тұрмын. Неге бұл бидайлар бастарын төмен қолап салбырап тұр? Ал мына бидай болса көкке қарап, өзгелерді тең көрмей тұр. Әлде бұл бидайдың өзгелерді тең көрмейтін бұл бидайдың дәні көп пе? Балам, бұның мәнісі мынада. Басы төмен салбырап тұрған бидайларды өзгеден төмен деп ойлама. Ал мына зорайған бидайды басқадан артық деп ойлама. Құдайым өзгеге дән бергенде бұл бидайға дән де бермепті. Ал мына бидайлар дән берген қожайындарына иіліп тағзым етіп тұр. Ал мына тек бидай кекірейіп, көкке қарап бөлініп тұр. Балам, мына бидай секілді кекірейіп, тәкаппар адамдардан аулақ бол. Осыны есінде сақта. Жарайды әке, түсіндім. Ахмет Байтұрсынов, Айна мен Маймыл. Ей, мынау кім? Кім мынау? Ей, Маймыл досым, қалайсың? Жақсымын, Аю досым, өзің қалайсың? Жақсы. Мен сені іздеп жүрсем, сен мұнда отқаның не? Аю досым, мынаны қараш, түрі қандай жаман. Үсті басы көрім. 12-ші есің бірі сау емес. Дәл мынандай болсам, үстіме пышақ салып өлердім. Бірақ, осындай бөлелерім бар. Біреу емес, екеу емес, 5-6. Маймыл досым. Маймылжан, біраз ғана етсең төзім. Менің бар жалғыз ауыз айтар сөзім. Әуреуіп бөлелеріңді санағанша, абайлап қарашы өзіңе өзің. Ха-ха-ха-ха-ха. Мысалы, адам Маймыл. Өлеңді түсінгенге бар көп пайда. Айтылған өлеңдегі мінін көріп, түзейтін мінез құлқын адам қайда. Айна, біреудің мінін айтса өлеңшілер. Мәз болып, тыңдағандар қарт-қарт күлер. Болса да нақсол міндер өз басында, деп айтар секілдеген пәленшелер. Мен талай көргенім бар осындайды. Өз мінін кім аңғарып абайлайды. Мәселен бидің жеген парасын айт. Көрсетер көзін қызып ауылын